Грузияда тұңғыш рет әйел президент болып сайланды. Грузияда өткен президент сайлауында Саломе Зурабишвили жеңіске жетті. Грузияның орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің есептеуінше ол 60% дауыс жинаған. Ал оның бәсекелесі оппозиционер Григол Вашадзеге респонденттердің шамамен 40% дауыс берген. Ресми деректерге сүйенсек, сайлауға дауыс берушілердің 56,23% келген екен. Сондай-ақ бастапқыда Грузия президенттігіне 25 мың адам үміткер болған. Мәссаған, 25 мың адам президент болғысы келген ме сонда? Иә, әрине, ел басқаруды көп адам қалайтын секілді. Көпте тіпті соған ұқсағысы келіп, оның есімін қоятындар да жетерлік. Күні ертең елімізде тұңғыш президент күні тойланады емес пе? Сондықтан осыған орай келесі бейнематериалымызда біз мемлекет басшысымен аттас және президенттің құрметіне есім берілген азаматтар туралы айтпақпыз. Кеше ғана біз эфирден президентке ұқсайтын Сәрсенбай Доданов есімді азамат жайлы көрсеткен болатынбыз. Ал бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне қойылған ерекше есімдер туралы сөз қозғаймыз. Мәртебесі үлкен есім берілген жанның бірі Нұрабіназ. 2003 жылы дүниеге келген қызына әкесі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғашқы буындарын құрастырып есім қоюды жөн көріпті. Шынымен ерекше есім емес пе? Атым сұрайды мені, сөйтіп, менің атым Нұрабіназ дейді, неге ондай деген кезде, осындай президенттің атымен сайланған деп айтсам, онда мен кейін балама да осы атты қоямын деп айтады. Үйде мені еркелетіп, Әбіш деп атайды. Осындай айрықша есім қойылған Нұрабіназ енді Нұрсұлтан Назарбаев университетінде түсуді армандайды. Статистика комитетінің мәліметіне сенсек, соңғы кезде сәбилеріне Нұрсұлтан есімін беретіндер көбейген. 2016 жылдың желтоқсанындағы есеп бойынша мұндай 31.810 есім болса, қазір 45.284-ке жеткен. Олардың ішінде президенттің толық аты жөніне де ие жандар жоқ емес. Солардың бірі қызылордалық Нұрсұлтан Назарбаев. Адамдар көпшілігі жерде қызмет орындарында барып, жұмыстармен барған кезде жеке куәлік сұрайды. Сол кезде жеке куәлікке қарап, таң қалады ғой енді. Бізге президент кеп тұр деп таң қалып, қасында адамдарға айтып бәрі. Оқу орындарында да мысалы, жаңағыдай сабақ бітіп, кішкене не қылпасаң, президентке осындай баға қоймай қойық. Осындай бағасын көтерейік деп шамалы. Сондай жерлерде көп жерде пайдасын тигізді енді. Назарбаевтар әулеті осыдан 10 жыл бұрын Жалағаш ауданынан Қызылорда қаласына көшіп келген. Нұрсұлтан кішкентайынан атасы мен әжесінің тәрбиесінде өскен. Ұлдан көрген тұңғыш немересіне есімінде қариялар өздері қойыпты. Атасы бар, атасының үлкен апасы бар, үшеуміз сол ойбай кім қоямыз деп сонымен елбасының атын қояйық деп шешімге келіп, Нұрсұлтан деген есімді қойдық. Ел басқарсын, жақсы азамат болсын, соғыстан үлгі алсын, ел басқарып жатыр, халықты басқарып жатыр деп үлгі болсын, соғыстан үлгі алсын деп сөйтіп тәрбиелеп өсірдік. Диспетчер мамандығы бойынша теміржолшы оқуын бітірген Нұрсұлтан бүгінде жұмыссыз. Бірақ президенттің аттасы қол қусырып отырған жоқ. Көлік жөндеумен әуестенетін ол әзірге үйде табыс тауып жүр. 2 ай бұрын шаңырақ көтердім, үйге келін алып келдім ата-анама. Өстіп жалпы қазір өзімнің жеке жұмысым сол майда-шүйда, осындай машина алып сату, сондай былайша тұрақты жұмысым жоқ енді. Құдай қаласа болашақта осы тұрақты жұмысқа тұрып, өстіп аман-есен осылай отбасымды асырап, әке-шешеме өз көмегімді тигізіп, әрі қарай өстіп жүре берсем деймін. Адамға азан шақырып ат қойған соң соған лайық өмір сүру нағыз адамдықтың белгісі. Еңбек сүйгіш Нұрсұлтан да осы сөзіміздің дәлелі. Мажан Нүсіпбек, Жанғали Ысқақ, арнайы қайырлы таң үшін.